Өмір бойы зейнетақы төлемдерін кімдер ала алады? Өмір бойы зейнетақы төлемдері. Қазақстанда жаңа модель талқылануда. Қазақстан жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын бөлуге өзгерістер енгізуді қарастырып жатыр. Бұл туралы жуырда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлімдеді. Ұсынылып отырған өзгерістер қандай? Ол нені қамтиды? Дәл осы өмір бойы төленетін зейнетақы төлемдеріне алуға кімдер құқылы болмақ? Сонымен жаңа модельдің ерекшелігі қандай? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің айтуынша, қазіргі уақытта жұмыс тобы зейнетақы жүйесінің ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету тетіктерін талқылап жатыр. Бұл мәселе әлі талқылануда. Сондықтан мен әлі толық мәліметтер мен ұсыныстарды ашып айта алмаймын, деді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мырза. Дегенмен ол ұсыныстардың бірі жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының 5%-ын қайта бөлуге қатысты екенін хабарлады. Жарналар қалай бөлініп төленуі мүмкін? Талқыланып отырған нұсқаға сәйкес, қолданыстағы 10%-ға қосымша 4%-ды қызметкерлердің жеке зейнетақы шоттарына, 1%-ды жалпы сақтандыру қорына бөлу ұсынылады. Министр бұл механизм жүйені теңестіруге көмектесуі керек деп түсіндірді. Бұл теңгерімсіздікті реттеу үшін жасалып жатыр. Біреудің жинақтары аз болғанда және олар тезірек таусылғанда, адам жалпы қордан өмір бойы зейнетақы төлемдерін ала алады, деді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев. Шешім қашан қабылданады? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі бұл мәселе бойынша соңғы шешім әлі қабылданбағанын мәлімдеді. Біз әлі бірыңғай ұстаным қалыптастырған жоқпыз. Бізде 1 маусымға дейін әлі уақыт бар. Сол уақытқа дейін біз бұл мәселені талқылап, жұмыс істейтін боламыз, деп қорытындылады еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев. Бұрын Қазақстан зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу үшін шекті деңгейді көтеру мүмкін екендігі туралы хабарлаған болатын. Тиісті шешім сәуір айының басында қабылдануы мүмкін. Дегенмен, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 1 маусымға дейін уақыт бар екенін айтып отыр. Сонымен, өмір бойғы зейнетақы төлемдерін кімдерге төленетіні дәл осы маусым айында белгілі болатын болады. Сонымен, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі тағы да бір жаңалықтың шетін шығарды. Бұл кімдерге тиімді болмақ? Оны кімдер ала алатын болады? Бұл жағы әлі толық зерделенсе де әзірге құпия күйінде қалып отыр. Сонымен, маусым айында министрлік талқыланған шешімді хабарлайтын болады.